Сен бар ғой, жоқ кезде бере алмаған адам, қолыңа дүние біткен кезде берем деп ойлама. Жоқ кезде, яғни кедей кезде бермеген адам, дүние біткен кезде вообще бере алмайды. Вообще бере алмайды. Ол одан сайын, анау түскен сайын бар ғой, ол кедей болам деп қорқа бастайды ол. Сол үшін айтты ғой, адамның бір сай алтыны болса, деп пайғамбарымыз, тағы да бір сай алтыны болса екен деп армандайды дейді да. Адам тоймайды дейді. Ал егер екі сай алтыны болса, тағы да екі сай алтыным болса екен деп айтады. Адам тоймайды дейді. Адамды тойдыратын жалғыз ғана нәрсе бар, қажекелер. Ол қанағат деген нәрсе. Бар нәрсеге қанағат қылу деген. Көрдіңіз ба? Демек, жаңа осы сөзді айтып жүрген адамдарға айтатынымыз, болмай жатыр, берейік десек деген, айналайын, болған кезде де бере алмайсың сен. Болған кезде де бере алмайсың. Жоқ кезіңде бере алмадың ба? Болған кезде берем деп айтпай қой. Ол өзіңді өзің алдауың, ол шайтанның сені болашақпен алдауы. Көрдіңіз ба? Алла сақтасын. Сондықтан жомарттық неге қарамайды, қажекелер? Ақшаға қарамайды ол. Ол мына жақтың мәселесі ғой ол. Ол жүректің мәселесі ғой. Көрдіңіз ба? Ол пайғамбарлардың мәселесі ғой, жаңағы сипаттары.